халықтың мақтанышы Димаш аға. Желбіреп, көк туымыз желде ойнап, қалың ел қуаныштың тойын тойлап, жатқанда ат өзгеріп Қапшағайдың өткенін Димаш аға тұрдым ойлап. Талай ақын асқақтата жырлаған, тарихы мол өткен сонау жылдардан, көп нәрсеге көз салсаңыз білесіз, аға жайлы айтылмаған сырлардан. Димаш аға қазақ елін басқарып, Мәскеу жақтың тапсырмасын атқарып, жүрген кезде елдің рухын көтеріп, ұлт бірлігін сақтай білген ұсталып. Басшылықта ұзақ жылдар ішінде, бөлмей жармай қарапайым пішінде, қамын ойлап ортасында халықтың, жүрді аямай қайрат жігер күшінде. Болғаннан соң тізгін жаттың қолында, көп кедергі кездессе де жолында, қиындықты кеше жүріп басынан, әрбір істің шешкен оңы солында. Тартылғанда суарасан Қапшағай, жолын іздеп күндіз түні санталай, қорғап қалған келтіріп өз қалпына, сол еңбекті ұмытады ел қалай. Қызық баған байлыққа да алтынға, риза болған азды көпті сарқынға, кімнен қалмас 5 күндік қу жалған деп, аян бастан еңбек еткен халқына. Тура сөйлеп әділдікті жақтады, әр қазақты руға бөліп жатпады, адал жолмен елін жұртын арзақтап, ата баба әдет ғұрпын сақтады. 7 саны өзгеше киелі сан, оның сырын біледі жұрт әрбір жан. Ғалымдар зерттегенде компьютерден Қонаев дәл 7-ші орын алған. Мемлекет басшылары сараланған, тізімнен аты шығып таң қалдырған, әлемнің 7 ұлының бірі болып, тарихта ерекше бір із қалдырған. Сиынбас әруағына пенде қалай, тірлікте еңбек еткен тыным таппай, осынау қорғамаса кең даласын, бүгінде болар еді жағдай қандай. Әрбір ісі ақылмен жүзеге асқан, сеніммен болашаққа қадам басқан. Міне осындай қайсарлығы үшін де шетелдіктер саясатта салысқан. Кеңес дәуір кезеңде аққа ділет, шықпай іште тұншыққан көп қабілет, сүрлеу мен соқпақ көп осы жолдан, сүрінбей өте білген талай рет. Өмір жолы ақиқат аңыз толған, ұрпақтарға өсиет үлгі болған, Дінмұхамед Қонаев алты алаштың азаматы ардақты бағы қонған. Келешектен зор сенім үміт артқан, қаһарманы халықтың ұлы мақтан, бүгін таңнан ерлігін еске сақтап, бойымызға сіңірген балашақтан. Шындық үшін қаймаған тура жолдан, ешқашанда бермеген намыс қолдан, елі үшін, сол елінің бақыты үшін, әрдайым Димаш аға болған қорған. Азия кітабы үшін олжас ақын, көргенде Сусловтан қабақ салқын, осы іске араласып Димаш аға ұқтырған орталыққа істің барқын. Көзіне түссе жастар бар талабы, қатарға қосқан талай сан баланы, еленіп сол еңбегі Қонаевтың, ел жұрты берді атына бір қаланы. Келген соң бұл өмірге болып ақын, тіл деген Құдай берген қолғанатым, қолыма қағаз қалам алдым бүгін, уақыт жеткенен соң толғанатын.
не дейін аға жайлы бұдан басқа, ескерткіш бой көтерді салған тасқа, алдында рухының басым дейіп, жаздым жыр үлгі болар әрбір жасқа. Әр адам көңілінен орын алған, адаспай сара жолын тура салған, есімі Дінмұхамед Қонаевтың халықтың жүрегінде мәңгі қалған. Қонаев халқымыздың алдаспаны, алталаштың арнамыз шын асқары. Бүгінде көк туымыз көкте биік, қазақтың жасай берсін нұрлы аспаны.